Көрсетті ма ата? Тағы да бұра. Қайда? Енді дауыс шығайын деді. Тағы да оңға бұрсаңшы. Енді осылай ұстап тұр. Асхат. Ой, ата, менің де көргім кеп жатыр. Ей, не болғанын айтып берем саған. Қазір басталады. Басталайын деп жатыр. Қазір бізді көрсетеді. Мен Құдайберген Сұлтанбаевқа гүл бердім. Концерттің басында Роза Рымбаева өлең айтқан секілді ғой. Сол мынаны монтаждап өзгертіп қойған ба? Мына тамашаның бұрынғы концерті ғой. Баня туралы қойылым емес па? Бізді онда келесі концертте көрсететін болып тұр ғой. Ей, Асқат, антеннаны жібер. Кел енді тамағыңды іш. Қазір. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқарды. Бара жатыр қос қайтып. Зымырайды менің бала кезімде. Бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылтып ән салады. Сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар көліп бастап өмірін, кетерінде жылайды алмай қалады. Не мәселемен келгеніңізді жақсы білемін, Лұқпан аға. Я сол арамызда бір түсінбеушілік болып қалды ма? Не болып қалды деп соны сұрауға келдім. О, не дегеніңіз аға? Сізбен қандай түсініспеушілік болуы мүмкін? Енді не себеп? Аға, өзіңіз білесіз, қазір халықтың жағдайы мәз емес. Орталық телевидение жабылуда. Оны қойшы КСРО құлдырауда. Енді ертең не болар белгісіз. Енді елімізде осындай қиын жағдай болып жатқан кезде халыққа көңіл күй сыйлайтын қазақ тілді бағдарламаны жабу сіз үшін дұрыс деп санайсыз ба? Маған салса жаппас едім аға. Бірақ телеканал бұл жобаны қаржылай қамтамасыз ете алмайды. Өзіңіз білесіз, тамаша деген үлкен нәрсе. Актерларыңыз жалақы алып келе жатыр. Сіздер Лұқпан аға мысалы үлкен залдарға концерт берген кезде осы біздің телевидениенің техниктар, операторлар барлығы жұмылып жұмыс жасайды ғой сіздерге. Одан қалса сценаристер концерт ұйымдастырады, олардың жалақысы,
Одан қалса сахнаның реквизит, декорациясы, светі, музыкасы айта берсе көп қой, өзіңіз енді түсінесіз ғой, Лұқман аға. Ал актерлардың айлығы осы концерт үшін беріле ме? Лұқман аға, осы соңғы концерттеріңіз эфирге берілмеген үшін төлелмейді. Лұқман аға, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Ренжімеңізші. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сен, досыңмен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын деп. Мұқағали ағам жырлағандай, саған да сондай достық тілеймін Асан бауырым. Достық туралы айтқан соң, барлықтарын көңілдерің түсіп, жылағыларың келіп тұрған сияқты ғой. Олай болса мен бір анекдот айтып берейін. Баяда Чапаев пен Петка ақтардан қашып келе жатқан ғой. Чапаев суға, Петка қамысқа тығылып қалған. Сөйтіп анау Чапаев судың арасында көп тұра алмайды ғой деп өзіне шақырған ғой. Чапаев суда деген. Сөйтсе мен сатып беріп жатыр деп, Петка қамыста депті. Сәл жай күлесіңдер ма? Жалғыз отқан жоқсыңдар ғой. Не болды? Демалып отырмыз ғой. Жай демалыңдар онда. Маған демалма дейтін рентген аппарат емес шығарсың, а? Сен мүлде демалдырмай тастайтын аппарат бар. Ана ойыншығынан қорқытпақшысың да. Қорқып кеттім, қорқып кеттім. Жоқ. Жай мен бір нәрсені бастасам, соңына дейін жеткізетін бар. Бауырым, саған не бір нәрсе ұнамай тұр ма? Жоқ әлде проблема керек болып тұр ма? Қой, тұрайық. Жай сөйлемесең, проблема сенде болады. Жігіттер, проблемасыз шешуге болмай ма? Мынау, сен тамашадағы тоқсын емессің бе? Осылай бір қарапайым адам болайын десем, танып қойып жылдыз қыласыңдар ғой. Әңгімесі жоқ. Концерттерін көріп тұрам. Жалпы, қат сыйлаймыз сендерді. Сыйлағандарың болсын. Атыс шабыссыз туған күнімізді өткізейік. Болды онда. Жақсы демалыңдар. Кеттік. Рахмет. Туған күнім қазір бітшіт бола ма деп едім. Тоқа, красавчиксің сен. Ой, мен ештеңе істеген жоқпын ғой соншалықты. Енді сенің тамашадағы тоқсын болғаның өзі. Біраз нәрсе істеп тұр ғой. Мен негізі атақ абыройымды пайдалана бергенді ұнатпаймын. Тоқа, дос болып араласайықшы. Әрине. Хабарласып, кездесіп тұрайық. Келші дастарханға. Жайғас. Інім, сен де тамашадансың ба? Я, мен де тамашада. Анау, Дананың жігіті бар ма? Бауырым, мен тоқсын досыммен бірге түсіріп жүрші. Қайсар? Тоқта. Осылай әдемірек болады. Қарап жіберіңіздер. 1, 2, 3, тағы бір рет.
Ыстық нан аламыз, нан аламыз. Жаңа піскен нан аламыз. Ыстық нан аламыз. Құдай бергені. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай аға? Аға, автограф қойып беріңізші. Әрине. Аға, кешегі концертіңіз өте күшті өтті. Әсіресе саяси нөмірлеріңіз өте ерекше аға. Рахмет. Рахмет аға көп. Көкөніс аламыз, жеміс-жидек аламыз. Ассалаумағалейкум аға. Мен есімді сіздің құрметіңізге Құдай берген деп қойған. Дұрыс. Біздің атымызға кір келтірмейтін үш енді. Иә аға. Мынау менің атымнан сізге тегін. Үй, қой, ақшасын төлеймін ғой. Жоқ аға, мен сізден ақша алғанымды әке-шешем білсе үйден қуып шығады. Жақсы. Рахмет көп. Онда. Жолдарыңыз болсын. Сау болыңыздар. Жеміс-жидектер аламыз, жеміс-жидек, көкөністер аламыз. Құдеке, бәрін алған сияқтымыз. Нанды үй жақта дүкеннен аласың. Сендер ақырындап үйге бара беріңдер. Мен бір жұмыстармен бір жаққа баруым керек. Ананы сен ал. Жүр. Алма жегін келіп еді. Тегін алдық папаңның арқасында. Жүр. Алло. Сәлем жаным, қалайсың? Мен де сені сағындым. Екеуміздің кездесуімізді асыға күтіп жүрмін. Шыдаш, жақында барам. Жақсы. Сәлем, қарындас. Кеше гүлді кім сыйлады деп ойлап жүрген шығарсың. Таныс қояйық, мага. Ана түрі онша емес, өзіңе ұқсаған букетті айтып тұрсың ба? Оның кетіп бара жатқанда қоқыстан көргем. Гүлді қоқысқа тастасаң, жүрегімді тастамаған шығарсың. Көзіме көрінбей, ары жүрші. Түсінікті. Түсініп тұрмын. Танымаған соң қорқып тұрсың. Жақындансақ, ойың өзгереді деп сенімдімін. Ойым өзгермек түгілі, ойламаймын да. Ұқтың ба? Жоламай ары жүр. Эй, ты чё, придурок? Айтқан түсінбейсің ба не? Я ж тебе сказала, убирайся. Көзіме көрінбе. Идиот. Несі бар? Несі бар қыздар маған ұнайды. Ой, әкең менің біраз сөздерімді кесіп тастапты ғой. Халық жақсы қабылдап күліп жатыр еді. Енді оны жарасқаннан өзің сұрайсың ғой, Тоқа. Мына өзім қатысқан қойылымдардың монтаждалмаған нұсқасын кассетаға көшіріп алмасам, үйде қатын екеуміз жатып алып қарайтын. Лұқан келді. Қалайсыңдар? Саламатсыз ба? Жақсы. Шүкір. Монтаж дайын болып қапты. Алматының көшелері туралы интермедияны 4 рет қарап шықтық. Өте сәтті шығыпты. Көресіз бе? Жоқ, рахмет. Өкінішке қарай, мына концерт эфирге шықпайтын болды. Не үшін Лұға? Осы көрініс үшін бе? Эфирден алып тастаңдар деп жатыр ма? Жоқ, жалпы тамаша эфирге шықпайды. Өйткені бүгіннен бастап тамаша жабылды деп сынай беріңдер. Ал, айта бер. Тапсырма қалай? Нәтиже бар ма? Тамаша жабылғалы іздерінен аңду қиын болып тұр. Бұрын барлығы бір жерде оңай еді. Қазір жан жаққа кеткен соң ақпаратты жинау қиынға соғып тұр. Қайсар.
Мәскеуге кандидатурасы ұсынылған ең үздік қызметкерімізден бұндай әңгіме естимін деп ойламаппын. Қолыңнан келмесе, бірден бас тартпайсың ба? Мен тек адам көптігінен үлгере алмай жатқандығын айтқым келген. Қайсар, тәжірибелі КГБ қызметкер ретінде мен саған бір ақылымды айтайын. Егер аңдитын адамдарың көп болса, олардың барлығының соңынан жүгірудің қажеті жоқ. Олар туралы бүкіл ақпаратты білетін бір ғана адам ұстасаң жеткілікті. Мысалы, Сағынов Ақтоты, Лұқпан Досжановичтің көмекшісі, тамаша туралы бүкіл мәліметті бір білсе осы біледі. Түсінікті. Орынды. Уайс, не істейміз? Тағы біреуден ұрамыз ба? Ай, падырыңа нәлет, жұмыста айтам. Тамаша жабылды ғой. Енді не істейміз? Енді не істейміз болғанда? Жұмыссыз жүрген біздің театрған емес қой. Елдің тең жарсыз жұмыссыз деп тентіреп жүр. Ол да рас. Естімше кейбір ауыл аймақтарда заводтар, кәсіпорындар, фермалар жабылып, жекешелендіріп жатыр дейді. Бізде тек тапқан таянғанымызды, оңды солды шашып жүре беріп біз қоймеша. Тым құрса бір ақшаның басын жинап, жеке кәсіп ашып алу деген ойламақпыз. Соны айтсаңшы. О! Міне, хабарландырып тұр ғой. Жүк тасымал жұмысына ірі денелі жігіттер керек депті. Екеміздің денеміз ірі қоймеша. Екеміздің денеміз ірі болғанмен денсаулығымыз майда болып тұр ғой. 5-ші этажға жүк тасымақ түгілі. Өзімді әзір көтеріп шығам марсылдап. Ендеше міне, электр мамандығына вакансия бар дейді. Жүк көтеріп әуре болмайсың. Ласковысың мен отвертіңді көтеріп жүресің, болды. Сен де айтасың, ай. Шынымды айтсам, мен үйде тоқ жөндөмек түгілі лампочка бұрап көрмектім. Оның үстіне мына электриктер қатты шеттейді. Ондай жұмыс жарамайды маған. Міне, официант керек дейді. Ақшасы жақсы ғой мұнаның. Ай, тасташ. Енді екеумізге қалмаған официант болу. Бізді официант қылу, ол анау қасқырға қой бақтырған мен тең ғой. Шынымен де ойлап тұрсам. Екеумізді актер болып, елдің көңілін көтергеннен басқа қолымыздан түк келмейді екен ғой. Есесіне, ондай нәрсе екінің бірінің қолынан келе бермейді. Не істейміз, такси ұстаймыз ба? Машина тұр ғой, таксиге ақша құртып қайтеміз. Таксиге ақша құртпаймыз деп, көлікті құртып алып жүрмейік? Уайымдамаш, менің машинама отырсаң болды, апарар жерінде өзі апарады. Қайда барамыз? Құдай берген үйіне шақырды ғой, сонда барамыз. Бүгін Ақтотының туған күні емес пе? Ол кешке ғой. Бара берейік, азыр болса әйелдерге салат турап көмектесеміз, уақыт өткіземіз. Кеттік. Карим, сен келіскен кезде жеріңді бір айдан соң аласың деп өзің айтып едің ғой. 6 ай өтті. Құдеке, мен қолымда тұрған нәрсе емес. Мен де сен сияқты күтіп отырмын. Ақшаны алатын кезде бәрі өз қолында тұрғандай сөйлеп едің. Болмаса ақшамды қайтарып берші, жерің керек емес. Ақшаңды қайтара алмаймын. Мен оны беретін адамдарға беріп тастадым. Ендігісі тек қана күту.
қандай адамдар ол? Қайда істейді? Мекен жайын берші, өзім ақ барып сөйлесіп келейін. Құдеке, олар сен сөйлесетін адамдар емес ол. Өзіңе қатысы жоқ шаруаларға басыңды сұға беретін болсаң, жеріңді ғана емес, ақшаңды да ала алмайсың. Сәлем. Сәлем. Қайдан жүрсің? Мынау саған. Туған күніңмен. Менің үйімді қайдан тауып алдым? Енді керек адам табады ғой. Қызым-ау, кім келді? Жай сол туған күнімен құттықтап келгені ғой. Амансыз баба? Амансың ба, балам? Есік алдында не істеп тұрсыңдар? Жоқ, ол... Басымды қатырмай, кіріңдер үйге. Үлкендердің айтқан тыңдау керек. Қалдарыңыз қалай, әже? Жақсы, жақсы, балам, төрлет. Тамағыңды ішіп алшы. Суық болатын болды. Ас батпай тұрғаны. Ойымдағаннан еш нәрсе өзгермейді. Енді сол не істей аламын деп ойланып отырмын. Аяқ қолын байлып тастағандай. Таныстарың көп қой. Соларға барып көрсеңші. Валя, мені білесің ғой. Біреуге барып, жағымпаздан алмаймын. Ал сен жағымпаздан ба? Көмек сұра. Сонда да бір түрлі сияқты. Осы уақытқа дейін қаншама адамға сенің көмегің тиді. Енді мен көмектессем, олардан пайда көрейін деп көмектескім жоқпын ғой. Жай, қолымда тұрған соң жәрдемдестім. Мүмкін олар да сондай ойда болар. Барып көр. Өзің үшін болмаса да, тамашалықтар үшін. Көреміз. Шалымның кеткеніне 3 жылдан асты. Жарықтықтың арманы шөбере сүйет. Әже, Қайсар жай ғана менің әріптесім. Онда тұрған не бар? Атаңның арманы туралы айтып жатқаным ғой. Балам, сонда сен тамашаға жаңа кірген артистсің ғой. Сен телевизордан көреміз бе? Жоқ, әже. Мен тек суретке ғана түсірем. Фотограф болғаның ғой. Иә. Жүріңіздер, дастархан дайын. Жүр балам, шай ішеміз. Ашық. Ассалаумағалейкум, Құдеке. Уағалейкум ассалам, Тоқа, жақсы келдің. Ана жасыл ат өркен беріп жіберші. Анау ма? Мен келмесем осы үйдің тоғы жөнделмей қалайын деп тұр екен ғой. Жай шай жүрсің ба? Жай ашайын, сол сізге отвертка алып берейін деп келген ғой. Жақсы, онда мен кеттім. Осындай тоқ жөндеуді, сантехниканы үйреніп алу керек еді. Әйтпесе үйде лампочка күйіп кетсе де электрик шақырамыз. Ондай шаруа болса, электрикке ақша құртпай-ақ маған айта салмайсың ба? Бір шай берсем болды. Ой, сізге шай бергенше одан электрик шақырған арзан болады ау. Құдеке, тамаша жабылды. Енді алда не жоспарың ба? Білмеймін сол.
Баяғыда электрик болсам ба деп қоям. Қол шығып кетпеді ма деп жөндеп тексеріп жатқаным ғой. Құдайке екеуміз бірге тойға шықсақ қалай қарайсыз? Сұранысқа ие тамада болатын сияқтымыз. Тоқа, мен алдында саған айттым ғой. Мен ондай жерлерге шықпаймын. Енді ол тамашаның бар кезінде еді ғой. Қазір не істейсің енді? Қолға бір күрек табылар. Айтпақшы анау жер алып берем деген жігіт не болды? Карим ба? Сен сұрама, мен айтпай-ақ қояйын. Жеріңді әлі алмадың ба? Жеріңді алмасаң ақшаңды қайтып алмайсың ба? Соған мен ақылым жетпейді дейсің ба? Жер жоқ, ана ақшаны қайтара алмай жатырмын. Ой, мен сен жеріңді алып, үйіңді салып алып, жақында қоныс тойға шақырады деп жүрмін ғой. Соны айтуға мен ұялып жүрсем, сөйтсе, ұят оларда жоқ екен ғой, Тоқа. Құдайке, қазір ұялатын заман емес. Ондайлармен басқаша сөйлесу керек. Қалай? Рахмет. Бәрі дамды болды. Мә, ал балам. Үйге барып шай ішерсің. Несіне әуре болдыңыз? Ал балам, ұялма. Рахмет. Мен онда жүрейін. Жарайды балам, сау бол. Бірақ шай ішуге келіп тұр. Міндетті түрде. Сау болыңыз, апа. Сау бол балам. Есіктеріңіз ашылмайды екен. Бұлай жақсы жігіт сияқты ғой, а? Менің талғамымда емес. Талғамың онша емес. Тоқсын, кімге хабарласайын деп жатсың? Құдайке, уайымдамаш. Қазір-ақ проблемаңды шешіп берем. Алло, Асеке, ассалаумағалейкум. Мен ғой Тоқсын. Кешегіден кейін басқалай. Асеке, мынандай бір мәселе болып тұр. Менің бір бауырымның проблемасын шешу керек еді. Туғаным болмаса да туғанымнан да жақын. Мәселе бұлай. А? Екеуміз теңдей болып іштік, Миша. Рөлде мен отырмын. Мәшіне сенікі, неге сен отырмайсың? Екеуміз теңдей бөліп ішкен жоқпыз. Сен қажет қанаңа кеткен кезде мен бір күрішке сыра сіміріп алғам. Оппо, гай, Миша. Жүре бір, жүр. Тоқта, ана жерге тоқта. Кремені тақ. Қашпа, тоқта. А? Тоқта, қазір таниды. Сосын жібере салады. Старший лейтенант Сорокин, предъявите ваши документы, пожалуйста. Орыс қой. Уайымдама. Қазір шешеміз. Так, можно вас? Кеттік, шештік. Не болды, шештің ма? Құдай берген үйіне ме? Қайдағы? Апоркоға? Олай мен де шеше алатын едім ғой. Енді барып шеш. Танымайды. Орыс. Құдай берген үй кешке ме? Кешке. Жүр енді барып. Кешке дейін уақыт өткізіп өтейік. Соғысты бастан аяқ өттім. Бәрі отан үшін, ел үшін, болашақ ұрпақ үшін. Ата, сіздердің орасан еңбектеріңізді келер ұрпақ ұмытпайды ғой. Сабыр етіңіз. Қайтейін. 2 бөлмелі пәтерде немерем екеуміз тұратынбыз. Не берем, бір адамдарға қарызданып,
солардың қолынан қаза тапты. Енді сол қарыз үшін пәтерімді тартып алып, мені далаға тастамақшы. Қайда барамын енді? Сол мәселені шешіп беріп үшін осында келіп отырмын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қандай мәселемен келдіңіз? Арыздануға келдім. Жақында мен істеп жүрген заводта жұмысшылар санын қысқарту керек деп бір топ адамды жұмыстан шығарып жіберді. Солай мен жұмыссыз қалдым. Ал енді біздің орнымызға басқа адамдарды алыпты жұмысқа. Ал мен көп балалы анамын. Күйеуім болса мүгедек. Үйде жұмыс жасайтын жалғыз мен. Түсінікті. Бірақ протокол бойынша өтінішіңізді бірінші қағаз түрінде жазасыз. Содан кейін өзіміз байланысып шақыратын боламыз. Ана жаққа отыра беріңіз. Аға, сіз қандай шаруамен келдіңіз? Көп рахмет сізге, көп рахмет. Ұзақ болсын ғұмырыңыз, көп рахмет аға. Маған өте қатты көмектестіңіз, рахмет. Аға, айта беріңіз. Мен кешіріңіз, кабинет шатастырып алыппын. Аманқұлов Қасым, сіз бе? Мен. Ата, кіре беріңіз. Тыңдап тұрмын. Қалайсың, Қайсар? Жақсымын, өзің қалайсың? Жаман емес. Олжас, айтатын нәрсең болса тезірек айтшы, жұмыс басталысады. Сол, жұмыс бойынша хабарласып тұрмын. Сенің ана тамашалықтарың біздің аңдып жүрген бір бандиттермен жүр ғой? Қай жерде? Қолыңда қалам бар ма? Жазып ал. Аха. Жігіттер, мынау Каримнің үй жағы емес қой. Дұрыс келген жоқпыз ау. Егер де сендерде бір шаруа болып, бір жаққа кетіп бара жатсаңдар, онда келесі жол бара салайық. Жоқ, Құдеке, сіздің шаруаларыңызбен келдік. Жігіттер, келсейік. Ойбай, мынау Карим ғой. Сіздей адамды ары бері сандалтып қайтамыз. Каримді жаныңызға алып келдік. Жаным алып келгенде жігіттер. Құдеке, сөйлесейік та. Айтыңызшы мыналарға. Багажникке салғандарын не? Іште де орын бар еді ғой. Сіздің қасыңызда отыруға лайықты адам емес қой. Екі есе қылып берем. Құдеке, жібере салыңдаршы. Өтініш. Екі есе қылып қайтарып берем деп жатыр. Келесе салайық жігіттер. Маған біреудің артық ақшасы керек емес. Мәселе ақшада емес. Құдеке, мәселе сыйластықта. Сізді сыйламай тұр ғой. Үш есе қылып берем. Жігіттер, үш есе қылып берем. Үш есе деп жатыр. Келесе салайықшы. Қазір анаған ауа жетпей өліп қалса, бұған да зар болып қаласыңдар. Жібере салайықшы. Сәл күте тұрайық та, көрейік қаншаға дейін барады екен. Жігіттер, өтініш жіберіңдер, жігіттер. Ағалар, кешіріңіздерші. Бастықтардың тапсырмасы осы. Ағалар, не істеп жүрсіздерсіңдер? Гастрольмен кеп қалдық. Інім бір қоңырау салуға бола ма? Әрине аға.
Вайс, кімге хабарласайын деп жатсың? Любой проблеманы шешетін адамға. Алло? Қыздар, тездетіңдер. Бір кезде уәкең, қазір мен любой проблеманы шешетін адамға хабарласам деді ғой. Сон, шынымен ойлап қоям, кім болды екен? Ай, не де болса Лұқаң шығар деп. Бір кезде телефонды алып, алло, қатын демесі бар ма? Біздік саясат қой. Қатынға хабарласып айттым. Лұқанға хабарласып айт, бізді шығарып алсын деп. Әй, бірден Лұқанға хабарласа берсең болатын еді ғой? Лұқанға хабарлассаң ол маған ұрсады ғой. Әйеліме ол кісі ұрсамайды. Әйеліме Лұқаң түгіл менің өзім ұрсамайды. Ай, не де болса Лұқаңның бір звоногынан шықтық қой. Иә. Сол кезде жібермей біраз ұстау керек еді сендерді. Тым болмаса бір-екі күн сау жүретін едіңдер. Қыздар, Құдай берген аға қайда өзі? Қонақ шақырып, қонақтармен бірге келейін деп жатқан жоқ па? Ой, қайта солармен келгені жақсы. Әйтпесе анауын қалай, мынауын қайда, неге дайын емес деп мазамды алады. Иә. Тамаша, болмасақ та жиі жиналып тұрайықшы. Иә, негіз дұрыс айтасың. Күшті идея. Мен қазір отырыста осы идеяны айтам. Ақтоты, Данчок, сендер мені қолдап қойыңдар. Бір еркен қатын сияқты жалғыз қалып қалмайын. Жарайды. Келді ғой дейм әйтеуір. Қараңдаршы. Мен аша салам. Бәрі де дайын. Қош келдіңіз. Дайындыққа дәл осылай тез жиналсаңдар ғой, ә? Қош келдіңіздер. Астында бірге кездесіп қалдық бар. Жаңа болатыныз. Отырыңыздар. Қалайсыз? Тәуба, рахмет. Ал. Отырайық онда. Жақсы. Ал, құрметті әріптестер, Ақтоттың туған күніне орай бір жиналып отырайық дегеніміз ғой негіз жалпы. Алып отырыңыздар. Ал тамақтан алыңыздар. Лұқа, бағана айтатын бір жаңалығым бар деп едіңіз, соны білгіміз келіп отыр. Өзіміз театр болып құрылсақ, қалай қарайсыңдар? Лұқа, онсыз да театр емеспіз бе? Қайтып құрылып қайтеміз? Жоқ, сен түсінбедің. Ешкімнің көмегінсіз, ешкімнің қолдауынсыз, жеке театр. Өзіміз ғана. Ойыңыз дұрыс екен, бірақ қалай болады екен? Лұқаның сөзімен қосыламын. Тамаша өз орны бар театр жайдан жай жабылып қалмауы тиіс. Сіздер халықтың сүйіктісіздер ғой. Халық сіздерді сүйеді. Қазіргі елде түсініксіз болып жатқан жағдайда көңілге сыйлайтын сіздер емес пе? Иә, дұрыс айтады. Рас. Осылай беріле салғанымыз дұрыс емес деп ойлаймын. Мақұл, құрылдық делік. Залдың арендасын қалай төлейміз? Қайда дайындық жасаймыз? Реквизитті қай ақшаға аламыз? Гастрольге шықсақ қалай болады екен? Кішігірім тиын тебен шықса, паренданың ақшасы шығып қалар. Тегі бізді халық күтіп отырмаған шығар, қашан гастрольге шығасыңдар? Олай деп айтуға болмайды, Тоқа. Тамашаның концерт үшін сонау Атыраудан, Оралдан, жақтан ағылып келетін менің таныстарым көп, мысалға. Иә, сол қалаларға өзіміз барып тұрсақ, халық жиналмайды деп ойлайсыңдар ма? Мен ағаларымның ойына қосыламын. Иә, негізі Тамашаның орны мен үшін бөлек. Сондықтан да мен ойлаймын, Тамаша жеке театр болуға әбден лайықты театр. Біз дейміз ғой,
бірақ сөздің тобықтай түйіні өзіңізде лұқа. Сіз қалай ойлайсыз? Мене дейін. Олай болса, ертең репетиция. Олай болса, ал жүрек. Негізі бүгіннен бастап қойсам ба деп жүр едім. Иә. Енді мынаған қалай ішпейсің? Кел. Тамаша үшін. Жеке театр үшін. Иә, театр үшін. Тамаша үшін. Бәрекелді. Репетицияға кешек қап жүрме кел. Ақтоты. Тағы да туған күніңмен. Ұжымның атынан кішігірім сыйлығымыз бар. Так, тоқта. Мен енді ашығын айтайын. Мен бұл сыйлыққа ешқандай қаражат қосқам жоқ. Ұялмай өзімнің атымнан деп айта бер. Ту, қойыңдаршы, қызарттыңдар ғой жап-жас болған. Қане көрсетші қандай сыйлық аш. Ой, бәрекелді. Қайсы. Ал туған күн үшін. Иә. Туған күні құтты болсын жаным. Жасың ұзақ болсын. Бірге алтын адам ұстамын. Рахмет. Тоқса. Не болып қалды, Тоқа? Маған сүйеуді ұмытып кетті ғой. Берге. Әкең, бетің жуып жүрмейсің ғой. Ішпей ya. Жол болсын, Тоқа. Жақсы. Кеш болып кетті. Сен біздің үйде қона сал болмаса. Үйім жақын жерде ға. Ертерек жетіп алайын. Аға лейтенант Матажанов. Кешір. Қат шулап қойдық қой анам. Қонақтар келіп еді. Болды бәрі қайт. Құдайберген Сұлтанбаев деген сіз бе? Иә, мен тыныштық па? Сіздің үстіңізге арыз түсті. Бізбен бірге жүріңіз. Тыныштық па? Не болып қалды екен? Әлде бұл әлгі алаяқ Кәримнің ісі ме? Егер сіздерде не болғанын білгілеріңіз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, келесі серияны көріңіздер.